Енді біз осы кимешек түрлерін айтып жатқандықтан мен мына өткенде Алматы кітап баспасында басылған осының ішіне менің 30 қанша киімдер туралы фотосуреттерім кірген. Соның ішіндегі мен берген фотосуреттердің ішінде міне кимешек түрлерін айтып өтейін. Мынау кимешек төре кимешек. Төре кимешек алтын жіптермен өрнектеген. Мұны алтын жіптерменен мына жапырақ, гүл өрнектерменен өрнектеп баспа кестемен тіккен. Мына алтын жіптерден шаша жасаған. Одан кейін төбелдірігі бар. Міне мәселен, мынандай төбелдірігі мынандай. Ал енді төре кимешектер, мынаны енді мына осындай кимешектің алдына қондыра салады. Мынау жақ деп айтамыз. Мына кимешектің үлгісі, мынау жақ міне. Осының алдына келіп қондыра салады. Содан кейін барып басқа жағын мынандай машиналап жасайды. Ал енді мынау қызай кимешектің үлгілері. Қызай кимешектің мына жастар киетін үлгілері. Бұның көбінше бұлар қобыз гүл, қоңырау гүл деген сияқты гүлдерден пайдаланады. Содан кейін басына, чекесіне міне мәселен мынандай. Олардың алдын кимешектерінің алды мынандай жаңағы үлгі. Ал енді артына да осындай өрнектер тігіледі. Мына жерлеріне де өрнектер тігіледі, мына жерлеріне де тігіледі. Маңдайына түйреуішқадай салтыншақты түйреуіш. Мынау алтын күмістен немене қылып отырып, көз салып отырып, үлкен салтыншақты түйреуіш салады да маңдайына қадайды. Бұл немене қызай кимешектер. Ал енді мына керей кимешектер. Керей кимешектердің әңдей мынандай, мына алды мынандай болады да, сонан кейін бұны алдын төрт бұрыштап отырып өрнектейді. Сонан кейін оларға мәселен мына сыңар мүйізден, қос мүйізден өрнек салады, шаршы салады, қиықша салады, мынау сағатбау дейді. Сол сияқты мынау иықша, тұмарша өрнектер осындай машинамен істейді. Алтын жіппен тігілген ғой, мынадар тігілген, енді алтын жіптермен тігілген. Одан кейін мына кимешек жақсы салмақ тұру үшін теңге қадайды. Ол теңгенің де мәні бар. Өзі тіл көз болмасын және тазалық үшін осындай күміс, таза күміс теңгелерді қадайды. Енді мына албан кимешектің киілуі мынандай міне. Албан кимешек. Албан кимешектің шеттерінің барлығы машинаменен осындай түйіндеп отырып өрнектейді. Албан кимешектер міне. Міне албан кимешектің алдына немене де салады. Жаңа қызай кимешектің мына арты мынандай болады міне. Шылауыштың, қызайша шылауыштың артында осындай мына жеріне дейін міне белді жауып тұрады. Белді жауып тұрады, мына жер бел көрінбейді. Міне өрнектер болады. Жаңағы айтып кеткен мына қызай кимешектің өрнектері. Мынау үлкендер салған керей кимешек. Мынау керей кимешектің алдына салған мынау жақ, мынау бауыр мүйіз деп айтамыз. Мына кимешектерге бет алды өрнектер салмайды. Сол немене салады, мәселен бауыр мүйіз, сырғаша, жүрекше, қос мүйіз, сол сияқты нәрселер салады. Оның гүл көгеріс өрнектерін салады. Мынау көне кимешектер, мынау неше бір ғасырдан асып кеткен кимешектің үлгісі. Мынау енді қиқымын мен алып, осы немене болсын, естелік болсын деп фотоға түсіріп қойғам. Ал енді міне албан кимешектің міне неше түрлі моншақтар қадайды. Мына жеріне мына келіншектер киеді, бұның барлығын өстіп өрнектейді. Міне маңдайға тағатын маңдайлық жаңағы міне қызай кимешектер міне келіншектер киіп отыр. Осындай. Ал енді керейлерде алтын жақтар болады. Алтын жақтар деп мына құйма жақ. Осының бәрін алтын жалатып, алтын жақып, бұны байманаптардың, төрелердің, билердің неменелері киеді. Менің жеңгемде де біреу бар, әпекемде де біреу бар болған осындайда. Жасатқан, ұсталарға жасататын. Осы кимешектер туралы осылай енді. Енді бұны жерде мынаны көрсетейін. Енді мынау қолдан әзір тігіп киюге болады, мұнан машинадан істеуге болады. Мәселен міне өрнектері. Мынау сырғаша, жүрекше, түйе табан өрнегі деп айтамыз мынадарды. Сырғаша, жүрекше деп айтамыз. Мынау чаршы неменелер. Мына су жүрген суларын қиықша дейді мыналарды, мына қиықшалар дейді. Мына сыңар мүйізден жасаған міне осындай өрнектер. Міне бұрыштарына мынандай осы қошқар мүйізден келтіріп отырып, осы
түрлеп отырып міне құс қанаты деп қояды, сондай мүйіздерден осындай салат жаршыларды өстіп жасайды міне. Енді мына мәселен әгі кимешектің алдын әгі жағын дейді алитпай өстіп немене қылатын болса, мынау өте әдемі көрінеді. Мойынға жақсы жатады дейсің, келеді. Енді мынау анандай болса, мынау бірақ жағыңды да жауып, мынау кейін мына арт жағына келеді, мынадан былай бүйтіп келеді. Былай келеді де, мынау бетіңді өте немене қылмайды. Осындай. Жауып тұрады дейсің, бет бәрі, мойында бәрі жауып тұрады. Иә, содан желке жағын кішкене ойып былай қарай міне бүйтіп жасайды мынаны желке жағын. Сонда мына екі жағын бүйтіп тартып, мойнына қарай бүйтіп тұрады да, алқылдап алдынан түспейді. Сондай мына кимешек құйрығын былай жасайды мына. Енді кимешек жөнінде енді басқа зерттелмеген көптеген кимешек түрлері бар. Мынаны да айтайын ба? Мынау да сол жағының бір түрі ғой міне. Міне жүрекшелер, мыналардың бәрі сыңар мүйізден, қос мүйізден жасап отырып, міне жасаған. Мынау таңдай өрнек деп қояды. Таңдай өрнек деп қояды. Мынадарды тұмарша өрнек деп қояды. Осындай міне әртүрлі міне осындай өрнектер бар міне. Өзінің шеберлігіне қарай осы сыңар мүйізден міне түрлеп отырып, міне жүрекшел жасап, құс қанаты жасап, осындай неменелер менен істейді өрнектер. Мына жерде мойын жағы басқаша жасалған. Жоқ, мынау мойыны мынау немесін ғана алғам ғой, мына алдын ғана жасағам жоқ. Өстіп ғана алдына. Осында алдын жасаған нәрсе ғой, мынау соны алған. Жасамақшы болған еді. Бұны жасалмаған дүние. Енді кимешектің сан түрлі, әр шебер әртүрлі жасайды ғой. Енді менде киім кешек туралы көп материал бар. Кимешектің сан түрі бар. Әлі мен ол кітабымда жарық көрсеткем жоқ. Сондықтан енді әзірше осыншалық айтпақшымын.